Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміздің тақырыбы көктем гүлдері деп аталады. Оқу қызметіміздің мақсаты балалардың гүлдер туралы білімдерін кеңейту, табиғатты қорғауға, сүюге тәрбиелеу. Ал енді балалар, шаттық шеңберін құрайық. Арайлап таң атты, күн сәулесін таратты, жарқырайды қаламыз, жарқырай түсті аламыз. Енді балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамын. Ағаш басы бүршік ашып, гүл бәйшешекке толады. Бөбектерім, айтындаршы, бұл қай мезгілде болады? Көктем, дұрыс айтасыңдар. Балалар, көктем мезгілінің 3 айы бар екен. Наурыз, сәуір, мамыр. Қазір көктемнің сәуір айы. Көктемде табиғатта түрлі өзгерістер болады. Ағаштар бүршік жарады, көктем гүлдері шығады, күн жылынып, тіршілік иелері басталады. Жылы жақтан құстар келеді. Енді балалар, сергіту сәтін жасайық. Шаршағанда ырғалып, гүлге ұқсап демалам, қанатымды бір қағып, гүлдей болып жайқалам. Балалар, көктем гүлдерінің алғашқысы қызғалдақ гүлі. Бұл қызғалдақ гүлінің бір қызығы, 2 жыл өмір сүретін бұл нәзік гүл көктем келіп шуақты наурыз айы туғанда бар жоғы 7 күн, кейде 15 күнге дейін ғана гүл ашып тұра алады екен. Ал ендігісі бәйшешек гүлі. Бәйшешек гүлі көктемде шығатынына қарамастан, ол 10 градус аязда да төзе алады. Бәйшешектің ең көп таралатын түрін біз Кавказдан кездестіре аламыз. Онда бәйшешектің 16-дан астам түрлері бар екен. Ал енді балалар, бүгінгі гүлдеріміз туралы үйден сурет бояп, кері байланыс жасаймыз. Осымен оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңыздар.